2020 жылдар аралығында өткізілген. Сапалы білім берудегі смарт оқытудың тиімділігі облыстық тәжірибелік эксперименттік жұмысқа қатысушы мұғалімдердің инновациялық тәжірибесін тарату мақсатында және өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының 5 жылдығын атап өтуге байланысты білім берудің жаңа парадигмасы смарт мұғалімнен смарт мектепке тақырыбындағы облыстық ғылыми тәжірибелік конференция өткізілді. TEDx эксперимент форматында өткізілген пленарлық мәжілісте Ақтөбе қаласының номері 10-шы, 14-шы, 23-шы, 28-шы, 31-шы, 42-шы мектептері, пригородный орта мектебі, Хромтау ауданы номері 3-шы орта мектебі, Ақтөбе қаласының номері 40-шы мектепке дейінгі ұйымының педагогтары смарт оқытуды оқу үрдісіне енгізу тәжірибесімен және идеяларымен бөлісті. Воркшоп форматында жүргізілген тәжірибелік бөлімде конференция қатысушылар смарт педагогтың жұмысына жаңаша серпін беретін веб-сервисті қолдану, GeoGebra, Photomath, EasyQuizy, QR-код бағдарламаларымен жұмыс жасау тәсілдерімен танысты. Алдыңғы қатарлы мұғалім экспериментаторлар өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Ақтөбе облысы бойынша филиалы дайындаған арнайы смарт мұғалім белгісімен және мақтау хаттарымен марапатталды. Конференцияның тақырыбы мен қызықты форматы облыс педагогтарының Қазақстан Республикасы білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы смарт оқытудың енгізу болашағындағы жоғары қызығушылық көрсеткіші болды. Конференция қорытындысы бойынша тиісті ұсыныстар қабылданып, әдістемелік материалдардың электрондық жинағы шығарылды.